Бүгін облыстық педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Мұғалімдер цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру аясында адами капиталды дамыту тақырыбын талқылады. Білім инновация лицейі номері 23 мектеп лицейі арасында меморандум жасалды. Құжат бұл білім ордаларында оқу процесіне цифрлық технологияларды енгізу бойынша тәжірибе алаңдарын жасақтауды көздейді. Айман Болатқызы толықтырады. Биыл жастар жылы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамның облыстық филиалында осыған орай жастарға, балаларға жоғары деңгейде сапалы жаңаша білім беру мақсатында жоспарлы бағдарламалар әзірленген. Бүгін облыстық педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру аясында адами капиталды дамыту тақырыбында өңірлік ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Конференцияның мақсаты адами капиталды дамыту, жастарды жан-жақты дамыту, қолдау, міндеттерді шешу аясында ұйымдастырылып отыр. Бұл конференцияға жоғары оқу орындарынан Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің оқытушылары, колледж оқытушылары, магистранттар, сонымен қатар аудандық облыстың педагогтері, соның ішіне Мұғалжар ауданы, Темір ауданы, Хромтау, Мәртөк аудандарының педагогтері қатысып отыр. Білім инновация лицейі мен нөмірі 23 мектеп лицейі арасында ақпараттық білім беру ортасын құру бойынша тәжірибелік алаңдар ашу үшін меморандумға қол қойылды. Тәжірибелік алаңдарда педагогтар оқу процесіне цифрлық технологияларды енгізуге машықтанады. Сондай-ақ өңірдің жетекші педагогтары конференция аясында шеберлік сабағын ұйымдастырып, жас мамандарға ақылды технологиялармен жұмыс жасауды үйретті.